Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді ашламфу салатын дайындаймыз. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Сиырдың етін осылай жұқа бөліктерге турап аламыз. Оған паприка, тұз, күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Соя тұздығын қосып, крахмал қосамыз. Жақсылап араластырып, маринадқа 10-15 минутқа қалдырамыз. Маринадталған етімізді қызып тұрған сұйық майға 5-10 минуттың аралығында қуырамыз. Ашламфуды қайнап тұрған ыстық суға салып, 10 минуттай шамамен қайнатамыз, және 10 минут қайнағаннан кейін салқын суға бір салып аламыз. Қиярды тураймыз. Черри қызанағын ортасынан екіге бөліп салатқа қосамыз. Тәтті бұрышты жіңішке соломка етіп тураймыз. Аш жапырақ, яғни шпинатты жегенге ыңғайлы етіп тураймыз. Мини шпинат қолдансаңыздар да болады. Петрушканы турамай осылай бөліп салдым. Турап жіберсеңіздер де болады. Және чили ащы бұрышын ұсақтап турап қостым. Бағана қуырылған етімізді қосамыз және сәбізді күштен өткізіп қосамыз. Ұсақталған сарымсақ, паприка, тұз, қара бұрыштың үстіне қызып тұрған сұйық майды құйып араластырып, салатымызға қосамыз. Оған соя тұздығын қосамыз және осындай чим-чим тұздығын да қосып жібереміз. Араластырып ыдысымызға саламыз. Неке өте дәмді ашламфу салаты дайын, башаңызға ас болсын. Енді нисуаз салатын дайындаймыз. Өте пайдалы салаттардың бірі. Салаттың жасалу жолы да көп уақыт алмайды, оңай жасалады. Суға қайнатылған піскен бөдене жұмыртқасын екіге бөлеміз. Черри қызанағын да ортасынан екіге бөлеміз. Светофор бұрышын соломка етіп тураймыз. Кәдімгі тәтті бұрыш қолдансаңыздар да болады. Кішкене ғана қызыл пияздан турап қосамыз. Зәйтүн және каперсі қосамыз. Салат жапырағын қосамыз. Сельдерей қосамыз және айсберг жапырағын осылай үзіп қосамыз. Енді тұздық дайындаймыз. Зәйтүн майына түйіршіктелген қыша, бұрыш, тұз және лимонның шырынын қосып араластырамыз. Тұздығымыз мінекей дайын. Салатқа қосып, салатты басып алмай араластырамыз. Ыдысымызға салып, қалған бөдене жұмыртқасымен, черри қызанағымен бетін әсемдейміз және консервідегі тунецті қойып шығамыз. Достар, видео ұнаған болса, достарыңызға поделиться етіп, арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа видеода кездескенше.